15 жасқа дейінгі балдар ішінде 9, біреуі подросток. 15 жастан 18 жасқа дейін. Бұл аутоиммунный деп айтылады, бұл наследственный фактор болады бұдағы. Наследственный фактор – аутоиммунное состояние больного. Аутоиммунный процесс бұл запускается, например, орза болып ауырады, грипп болып ауырады, или же переедать етеді, мед ішіп ауырып жатқандар бар, қатты стресстен ауырып қалғандар да бар, иттен қорқып кетіп, наследственно бар зат болады, бірақ ол бір затты провоцировать етеді, бір кездері семіз адамдарда көбінесе ауырады. Малоподвижный образ жизни дейді. Аз қозғалыс. Біздердің қазір урбанизациямыз бар ғой, бұрын біздер даже жаяу барамыз, жаяу келеміз, даже элементарно телевизорды бұрау ұшына барып тұрып тұрайсың. Қазір бәрінде машина бар, қолдарында пульт, орнынан тұрмайды, қимылдамайды, жейтін тамақтары качественный, жаңағы жақсы заттар жейді, тәтті заттар. Бұрын біздерде ондай болмаған ғой, изобилие хороших продуктов, которые калориясы көп, холестерині көп, продуктілер көп болмаған бізде.